Кешенде талай ақпараттар айтылып, талай дүниелер талқыланып жатқан кезде біраз оған көңіл аударылмай қалды да. Жаңағы телефон мәселесі. Көп көрермендер жазып жатыр. Яғни Айгерім өзі айтты ғой, өз аузымен, маған сыйланған дүние деп. Соңын нәтижесі басқа болып жатыр. Қалай, сонда не үшін, не себепті деген сияқты. Жаңағы Дидардың келу жаңағы жағдайы бойынша күдік салып қойған дүние міне осы. Яғни ойдан құрастырып жатыр деп ойламаңыз. Ертең келейін бе, ертең деп жауап береді. Ертең күтейін бе деп жауап береді Айгерім. Міне, енді ол жаққа бармайды. Мен оны күтейін бе, ертең және жалпы. Менің ойымша мәні қалған жоқ студияға барудың. Арғарай осылай елдің алдында масқара бола береме. Бәрін бүгін айтты, бәрін мойындады. Арақатынаш жөнінде мен ешқандай шешім қабылдамаймын. Бірақ кішкене ақылдырақ болыңыздар деп. Енді ағасы тарапынан да мен түсінемін бұны. Өйткені інісін уайымдап жатыр. Өте ақылды шешім қабылдаған екен. Арақатынас жайлы ештеңе айта алмаймын деп. Бірақ кішкене ақылдырақ болыңыз деп. Көптеген көрермендер кеше кәдімгі осы дүниені түртіп жазды. Айгерім өзі айтты сыйланған деп. Содан кейін сыйланбаған деді. Не үшін онда сыйланған деп айтты. Жалпы бұның мәнісі, жөн жоралғысы қайда? Қалай ол сонда деп. Содан кейін қасында жүрген Айгерім мысалы Дидардың кәсібі кәдімгі нетіп жатқанын, күйіп бара жатқандығын білмеді ме? Білсе мысалы қымбат-қымбат сыйлықтарды беріп жатқан кезде ол қалай ақшаға келді деп ойланбады ма деген сияқты сұрақтар бар. Негізі ең басында әңгіме еріксіз басталды. Мен андай свободный, еріксіз ғой да? Ерікті, свободный. Ерікті, иә. Мен айтқан болатын, ешқандай намексіз, ештеңесіз айтқан болатын. Мен телефонның бір ақаулықтар қазір бар. Және де мен мүмкін жақын арада өзіме бір телефон аламын ба деп ойланып жатырмын дегенде. Деп айтқан болатын, және де Дидар өз ұсынысын маған айтқан болатын. Онда саған бөліп төлеу арқылы алайық. Менің қазір банкым жасамайды менде бұғатталған. Сен банкына алайық. Және де мен саған барлығын төлеп беретін боламын. Егер де сен соған андай келіссең, онда барып таңдайық дегенде. Және де мен оны сыйлық ретінде қабылдадым өзіме. Және біраз уақыт өтті, телефон қолыңа түсті. Дидар өзі төлеп жүрді ма? Дидар енді бір ғана ай өтті осы телефон болғанына. Екінші күнне біз ломбардқа өткізуге мұқтаж болдық. Себебі өзінің бизнесіне қатысты ақша керек болды. Және де одан кейін біз төледік, үйтіп төледік. Біз болғанда кім? Көп ақшасын Дидар берді, бірақ та мен кішкене үстінен қосқаным бар. Бұл ломбардтан шығару үшін берілген ақша? Жоқ, ломбардтан шығару үшін өзі толықтай шығарып алды. Өзі шығарып алды. Содан кейін алғашқы жаңағы төлемді несие бойынша екеуін бірге төледіңдер барып. Дұрыс па? Көп бөлігін ол төледі, бір бөлігін сен төледі. Кішкене ғана мен өзімнен қосқан болатын. Бұл жаңағы алғашқы төлемі? Иә. Әлі кем дегенде 11 төлем бар? Иә, сондай бар. Бірақ та, білмеймін, ол ең соңғы мен алаңдатып жатқан несие мәселесі, үйтіп ақшаның бір мәнісі болады. Және сен оны сыйлық ретінде қабылдадың, сыйлық деп түсіндің, иә? Ал жаңағы ақша мәселесі туындап жатқанын сезген жоқсың ба Дидардың тағдырында, өмірінде? Негізі сол ең бірінші телефонды өткізген уақытта, салон жабылған білдім. Бірақ та ол маған айтты, мен сразу же жұмыс таптым. Әділмен бірге серіктес ретінде бір қазір жұмысты бастайын деп жатырмыз. Соны қолға алып жатырмыз. Вроде бы бәрі жақсы өтіп бара жатыр дегенде, және де қолында қаражаты болған, ақшасы болған. Яғни ақшадан қиналып жатқанын сезген жоқпын дейсің? Сезген жоқпын. Сезген жоқсың? Бірақ та бір мәселесі болғанын мен сездім. Кейбір моменттерде настроениясы бұзылып кетеді, бірдеңені уайымдап кетеді. Және де мен оған айтқан болатын, не болды, айтшы маған.
дегендей, бірақ та ол кезде маған жоқ, бәрі жақсы, кішкене ауырыңқырап жатырмын деп жауап берген болатын. Оны уже содан кейін анализ жасағаннан кейін, осы мәселе шыққаннан кейін есіме келді. Әділдің мәселесі шыққаннан кейін барып қана түсіндің, неге екенін. Дидар келді деп ойлайсың ба өзің? Білмеймін. Өйткені кеше жаңағы Шахмырза осындай хабарлама келіп жатыр деген кезде айтқан едің, мен білетін, мен танитын Дидар болса, ол келу керек. Келмесе де ол бір шешім болады деп. Себебі сіз кеше эфирді аяқтағанда, егер де әйгерім саған шынымен де қымбат болса, онда осы жерге келесің деген. Және де ол міндетті түрде келеді деп ойлаймын. Келмесе нені білдіреді? Келмесе де менің шешімім өзгермейді. Шешімің өзгермейді? Жоқ. Бірақ ол шешім қандай екен? Яғни келмесе, ағасының айтқанындай, жобада емес, жалғастыру ниетің болса, жобада емес, жоба сыртында жалғастырғың келе ме? Ал жалғастырмау болса ниетің, онда бәрі түсінікті. Иә, ситуацияға байланысты айтатын боламын ол нәрсені. Бірақ жүрек не деп тұр? Жүрек Дидар деп тұр. Келді деп тұр. Келді деп тұр. Үміттеніп тұр. Иә. Келді деп ойлайсыңдар ма? Отбасы жоқ деді, ағасы жоқ деді. Бармайсың деді. Білмеймін, менің ойымша келмеген сияқты, өйткені шынымен де туған туыстардың сөздері енді сонда да не болса да тыңдаймыз ғой. Сол себепті білмеймін. Жоқ, бұл жерде тыңдаған өзінде де мейір ағасына түсіндірген шығар, ата-анасына түсіндірген шығар, енді аузы бар деген сияқты. Ал егер келмегенде, кеше де келмейтін еді, бүгін енді... Абылай, досың ғой, сенің. Кеше, мысалы, Дидар үйленуге ұсынысты соңғы үміті ретінде жасады. Және кәдімгі бір, білмеймін, ұсыныс... Бұндай ұсынысты әлі көрген жоқпын мен өз жеке. Жақсы жаман деп айта алмаймын, бірақ бұндайды көрген жоқпын. Бірақ жаңағы неке жүзігін ұсынған кезде де тек қана былай үстіне қойып кетті. Яғни бастағаннан кейін аяқтайын, бірақ ең соңында бір бағаламайсың ау деген сияқты түр танытқандай болған жоқ па саған? Жоқ, ондай болған жоқ деп ойлаймын. Жаңағы Әйгерімге көрініп тұр ғой, ауыр болып жатқаны, сондай ақпарат шығып жатқаны. Және де Әйгерімді жоғалтып аламын деп қорыққан сияқты Дидар. Мен ойымша. Бірақ неке жүзігін қалай берді? Былай жай үстіне қоя салды ғой. Байқадың ба? Иә, байқадық қой, бір ашуланып, немесе бір ренжігендей сияқты қойды да. Әйгерім қатты поддержка берген жоқ сияқты көріндің кеше. Бірақ сендердің ара қатынастарына тимеу керек деп ойлаймын, бұл жағдай. Кім қай жігіт қателеспейді? Білмеймін. Балназым, қолдау беретіндей Әйгерім мұндай жағдайда болған жоқ қой? Осыдан кейін сабақ болатын шығар. Бұл жерде олай болған себебі жаңағыдай. Олай болған себебі мен ойымша мүмкін жаңа кредит бойынша айтты ғой, бөліп төлеу жайлы, жаңа атым алдым деп, мүмкін сол ақпарат шыққан үшін кішкене может быть ызаланып намыстанып болған шығар. Иә. Дидар кеше жасаған ұсынысына өкінді ме, жоқ әлде керісінше жасағанына қуанды ма, Әйгерім үшін күрес жалғаса ма, өзі келді ме? Мен қазір Дидарды да бір жағынан түсініп отырмын. Бір жағынан отбасының сөзі бар, екінші жағынан жүрегінің сөзі бар, қайсысы таңдады. Қайсын таңдады және қандай шешім қабылдаса да, менің ойымша енді өзі үшін дұрыс болу керек. Дидар келсе әңгіме жалғасады, келмесе, онда Әйгерімнен сұраймыз не болатынын. Келсе, студия төріне шақырайық. Дидар, келіңіз. Дидар, қош келдің. Сезіміңе берік екенсің. Келуіңнің өзі соның бір дәлелі деп қабылдап отырмын. Бірақ кеше ағаң қарсы болғаны рас па?
Иә, бәрі қарсы болды бұған. Бәрі қарсы. Бәрі қарсы болды. Айгерімге емес, студияға келуіңе Менің қарсы. осында келуіме, иә. Бірақ сен осындасың. Көндірдің бе, жоқ әлде тіл алмай қашып келдің бе? Қашып кеттім деп айта алмаймын. Бірақ айттым, мен баруым керек, мен бәрін соңына дейін осыны жеткізуім керек деп айттым. Отбасың түсінді ме бұл сөздерді? Жіберді ме? Түсінеді деп ойлаймын, иә. Кешіріңіздер, бірақ мен баруым керек дедің, иә? Иә. Дидар, кешеден бері енді талай әңгімелер өтіп жатыр. Басыңда қазір өте үлкен сынақ бар. Кеше біз дұрыс түсіндік пе Айгерімге үйленуге ұсыныс жасаған? Иә, дұрыс түсіндіңіздер. Өйткені мен бұл мәселені бұлай тоқтап қалған қалмадым. Өйткені мен өзімнің махаббатымды білемін Айгерімге деген. Бірақ осындай іспен бұның әрине түсінемін, мен кінәлімін бұл жағдайда. Мен одан қашып тұрған жоқпын. Бірақ осындай затпен мен махаббатымның менің қалай айтсам болады. Өмірдегі бақыт сәтім осындай затпен тоқтап қалған қалмадым. Және де айта кетерім, Мадина жаңа ренжіп жатсың ғой, біз бәрі сені кінәлап жатыр деп. Ешкім сені кінәлап жатқан жоқ. Мен сенен претензиям жоқ саған деген. Бірақ я кешегі бір қауыз сөз айтайын, болды. Осы іспен бұл әңгімен бәрі тоқтасын деп айтайын. Өйткені мен де түсіндім бұны, мен ғана емес қаншама адам көріп жатыр. Сол себепті сенен сұрарым болды, осы мәселені осымен тоқтатайық. Өйткені біз оны шешіп соңына дейін апарып жатырмыз. Саған деген претензиям жоқ мен. Мадина саған деген бір ұсынысы Дидардың. Саған деген ешқандай претензиям жоқ. Біз өзіміз мәселені Мен шешуге өзім үшін тырысып сұрап жатырмыз. тұрған жоқпын бұл затты. Мен үшін сұрап тұрған жоқпын. Және сен, яғни саған деген ешқандай претензиямыз жоқ, мәселені осымен жабайық, біз әділ екеуміз өзіміз шешіп жатырмыз. Осы жерден тоқтайды деп өтінішін білдіріп жатыр. Бірақ сен YouTube арнасында кәдімгі көзіңе жас алып, кәдімгі әділетсіздік деп кәдімгі күйініп отырдың. Және бір сөзін таңғалдырды. Мен Талғардан емеспін, Дидар, мен Калининмін дейді. Тұзды бастау, яғни. Ол не деген сөз? Дидар саған қай жердің қызысың деп сұрады ма? Білмеймін, енді өздеріміз шешіп жатырмыз деді ғой. Кеше Әділдің қасында болдым. Шешілмеген еш нәрсе. Және де бір айтатын нәрсем менен сұрап жатыр ғой. Әділді қорғайсың, күйеуің ба, нең деп айтып жатыр да. Кем дегенде ол менің жұбым. Жоқ, Және де осы жерге мені таңдап келгеннен кейін. Мен сен оны қорғап жатсың, сен осылай істеп жатсың деп айтып жатқан жоқпын мен саған. Мен саған тек қана осылай өтінішімді білдіріп отырмын саған. Өтінішің барлығы осы жерде тоқтасын, үндемей ақ қойшы деп тұрсың ба? Жоқ, бұл дау енді ары қарай кете бермесін деп сұрап тұрмын. Мен өзім үшін сұрап тұрған жоқпын. Иә, анаң үшін сұрап Түсінсең. тұрғанды білем. Иә, сырттай айттың. Өйткені мен бұл заттың бәрін түсіндім, бұл зат үшін мен кесірін шегіп жатырмын. Сондықтан да шын адами ниетпен мен сенен сұрап тұрмын. Сол кем Және де- дегенде ол менің жұбым. Сол себепті ол осы жерге келіп маған жұптыққа ұсыныс салғаннан кейін, менің жігітім болғаннан кейін, оның өмірінде жеке басына қатысты нәрселер, осы жердегі адамдардың біреуі сол нәрсеге қатысы болса, ол осы жерде талқылану керек және айтылу керек, и оң жағынан шешілу керек. Кейін арамызда мүмкін жақсы нәрсе болып кетуі мүмкін, болмай қалуы мүмкін. Сол кезде осы жақтың ұжымына, осы жақтың адамдарына қандай да бір отбасының осы бір болай осындай екен деген ой қалыптаспасын деген ниетпен мен ақыр аяғына шейін жеткізгім келді. Бірақ Дидардың ұсынысын түсінбей тұрмын. Тағы да нақтылап айтса. Нақтылап айтқанда жаңа да болды ғой бұл туралы әңгіме. Иә, кеше бұл ақпарат шықты. Мен өзім келдім, мойындадым бәрін, иә. Бірақ бұл дауды жалғастыра берудің несі жоқ деп тұр. Мен өйткені, иә, түсіндім бұның бәрін. Шешіліп жатыр. Сондықтан да осы сәттен тоқтатайық деп айтып тұрған. Мен бүгін бұл Тоқтатайық деген мәселені жаңа бір ақпарат, жаңа бір дәлел, яғни білгендеріңді айтпай-ақ қойшы, мен бәрін түсініп отырмын. ол емес, ол мәселе емес. Өйткені бұл мәселе қайта-қайта айтыла бергеннен ушығып жатыр.
ол менің тарапымнан емес және де. Және сен Өйткені Мадина мен сұрағыма жауап оның бәрін берген жоқсың. көріп отқан адамдар бар, сол адамдар үшін мен сұрап тұрмын. Дидар қайталап берді. Және Талғардан емес екендігін не үшін? Неге жыладың? Өзі біледі ау. Дидар өзі біледі. Мүмкін. Мен тағы да қайталап айтайыншы. Мадина шындығын болса айт. Мұнда ешкімді қорқытудың керегі жоқ. Әділ сен жұбын болса, Дидар мен де жұбым. Ұқтың ба? Және де мен бүгін бұндай мақсатпен келмегем, негізі бұл тақырыпты қайтадан қозғаймын деген, өйткені Сол кеше біз қалай келісіп бастаған болдық. келіп еді? Мен бүгін Әйгерім екеуміздің ара қатынасымызды шешу үшін келген болатын негізі. Кешеде маған өтініш сондай болды. Егер саған Әйгерім қымбат болса, осы жерге келіп, сол ара қатынасыңдарыңды шешіңдер деген әңгіме болған. Түсінікті, бірақ бұл мәселе ара қатынасқа әсер еткен жоқ па мүлдем? Негізі Әсер етті, иә. Мен Әйгерімнен шын жүректен кешірім сұраймын бұндай жағдай болған үшін. Әйгерімнің туысқандарынан, ата-анасынан және де Әйгерімді осындай көрсеткеніме кешірім сұраймын. Иә, ол менің қателігім болды. Бірақ бұл мәселе бұндай істегеніме мен Әйгерімге деген махаббатым жоқ, немесе осылай істеп мен оған өзімді жаман көрсеткім келді деген мәселе емес. Менің махаббатым қандай болды, сондай болып қалады Әйгерімге деген. Сол себепті кеше мен осындай жағдай туындағаннан кейін шынымен де қорқытып алам деп қорықтым, сондықтан да не болса да соңғы сөзімді естіп кетейін деген мақсатпен сол затты істеген болатын. Мен айтайыншы, көп адамдар түсінбей жатыр мені. Бұл Дидардың жеке проблемасы. Қалай ол таныстыққа, сендердің жұптық өмірлеріне қалай не деп әсер етуі мүмкін деп. Сонда сен өз жұбына сенбейсің ба дегенде, неге қолдамайсың дегенде көп адамдар жазып жатыр. Және де сол сұраққа мен жауабымды бергім келеді. Негізі Дидармен жұптық кезінде мен оған айтқан болатын, похожий ситуацияны басқа адамның өмірінен өткенді. Және де мен айтқан болатын, что ол адамды қазіргі таңда өте жек көремін, ол адамды сыйламаймын. Жалпы осылай жасаған адамдар шынымен де дұрыс емес олардың қылықтары дегендей. Жалпы Дидарға өте қатты ренжулі болған едім осындай затты жасағанына. Сондықтан да қолдамағамын. Және де Дидар мен жұбым ғой дегендей соны ғана айтып, бірақ та осындай затты құптап жатуым дұрыс болмайды. Себебі өте дұрыс емес болды. Және де өзіне сабақ алсын деп мүмкін осылай жасаған болатын. Бірақ та адами тұрғыдан жалпы маған жаныма қымбат. Мен де қандай жексұрын болдым мына жерде. Барлық әлем де маған қарсы тұрды. Бірақ сол кезде Дидар қасында болған. Иә. Түсінем. Әйгерімнің айтып тұрғаны бұндай дүниені мен жақтай алмаймын, сол себепті Дидарды жақтамадым дейсің ғой, бірақ бұл дүниені жақтау бөлек және Дидарды жақтау бөлек. Иә. Дидарды қолдау, алаяқтықты қолдау деп есептелмейді. Дидарды қолдау ол нақты Дидарды қолдау. Мысалы, Дидар қазір үлкен қадам жасап отыр. Өйткені мысалы ер азамат тарапынан мен өзім махаббатты қалай елестетімді айтатын болсам, мен әлемдегі ең үлкен жалмауыз болсам да, көпшілік орында елдің көзінше мәселе маған кәдімгі шабуыл жасалып жатқан кезде менімен бірге төтеп беріп қасымдағы адам, ол соғыс біткеннен кейін есесін менен алатын адамды іздейтін едім мен. Яғни елдің көзінше бұл менің адамым, мен бірге өлем бұнымен. Ал мәселе біткеннен кейін сен неге үйтіп жасадың деген сияқты сұрақ қоятын адамды іздер едім. Бірақ Дидар соңына дейін күресем дейді, Әйгерім үшін. Үйленуге жасалған ұсыныс, ол шынайы ұсыныс деп отыр. Нәтижесі не болады екен, жауабы не болады екен, жарнамадан кейін.
Жарнама кезінде де Шахмырза екеуміз сөйлесіп отырмыз және айтады, дидарды қолдау деген ол расымен де алаяқтықты қолдау емес. Бірақ Айгерімнің кеше сөздеріне қарасақ, ол адвокат түрінде емес, прокурор ретінде сөйлеген сияқты. Яғни дидарға қарсы бір пікірлер білдірген сияқты деп жатыр. Және мен кешегі эфирді есіме түсіріп қарасам, расымен де солай болды. Қандай қателіктері болды, соның барлығын Айгерім тізбектеп айтты. Бірақ бір жағынан не істеу керек еді Айгерім? Мысалға, көзін жұмып барлығына қарап, жоқ, менің дидарым ғана жақсы, қалғандардың барлығы жаман деп қайта-қайта ақтай берсе де мүмкін дұрыс емес болатын шығар. Қателік істелді, дидар мойындап отыр. Айгерім де мойындап отыр. Дидардың қателік істеген түсініп отыр екеуі де. Және кеше қарсы сөйледі, расымен де. Қалай істеуге болатын еді Айгерім? Негізі о бастан-ақ дидарға бірден қарсы шыққан жоқпын. Басында бізде компромисс болды. Мен оны ситуацияны жай ысырып қойып, тек дидардың жағдайын ғана ойладым ол кезде. Сол кезде поддержкасын бердім. Бірақ та кейін анализ жасап, қазір мен жаным сенікі дұрыс деп айтсам, мүмкін бұл жайттардан мүмкін өзіне сабақ алмас па еді деп ойлаймын. Қайталануы мүмкін дейсің? Қайталануы мүмкін, және жаным сенікі дұрыс деп айтуға міндетті емессің, бірақ не істеуге болатын еді? Қалай айтуға болатын еді? Мысалы, дидарға емес, ел көзінше. Қарашы, Айгерім, бұлай айтуға болмайтын бет. Дидар кінәлі. Дидар бұл өте ұятты дүние. Дидар бұл саған жараспайтын дүние екені анық. Дидар бұлай жасауға болмайды. Және барлықтарыңыз қазір дидарды жазғыруға құқықтарыңыз бар. Ала жіптен аттап тұрғаны анық. Бірақ мен сенің жаныңдамын, Дидар. Сенікі дұрыс емес, бірақ мен сенің қасыңдамын. Екеумізді бірге жазғанымызды. Мен сенің қасыңдамын, және дидар қасында ешкім қалмайды деп түңілмейді, өйткені мен сенің қасыңдамын. Сенікі дұрыс емес, мен білем. Бірақ біз бірге шешеміз бұл. Дидарға деген өкпе көп болды. Және де сол өкпе не үшін? разочарование деген болды. Қалай солай жасады дегенде. Және де кеше әділ отырғанда осы орындықта өте қатты ұятты болдым, және де дидар екеумізден мен одан кешірім сұраған болатын. Шынымен де әділ осы жерде жәбірленуші тарап болды. Ол дұрыс, Бірақ та дидарға мен де толықтай қарсы шықтым деп айта алмаймын. The деген сторис қайдан шықты? The деген біздің таныстықтың тоқтауы. Таныстық емес, жұптық, сондай өмірдің тоқтауы деген мағынаны білдіреді. Және ол эфирге дейінгі түнде салынған. Неге The? Себебі шынымен де сол. Шынымен де The болды. Жұптық тоқтады. Себебі мен доверием кетті деп айтсам болады. Енді мен бұл адамға сен алмайым деген ойға келдім. Менің ата-анам да бар, ол тарапта. Олардың да көп көңілі қалды, және де негізі. Мен шыққанда осы эфирден анам айтқан болатын. Хабарласты. Хабарлама жазды. Жоқ, қызым, осы ұсынысқа деме деп. Және де одан кейін әпкем де бар. Мен осындай ситуацияда болдым. Бірақ та кейбір туысқандарым кешір, бәрімен болады деп жатса,
кейбіреулері екі тарапқа бөлінді. Және де бұл тек қана менің ішімдегі болып жатқан нәрсе емес, менің туысқан тараптарымнан да болып жатыр. Ол болады, ол солай болу керек, дұрыс. Бәрі қисынды, бәрі логикаға бағынады, енді дұрыс. Енді онда осындай жағдай болғаннан кейін екі тарапқа бөлінді. Біреу кешір дейді, біреу кешірме дейді, біреу жалғастырма дейді. Ойбай, мына жігіт алаяқ екен ғой, қалай біздің күйеу баламыз болады дейді. Бұның бәрі логикаға сияды. Бұл жерде туысқандардың сөздерінен бөлек, мысалы қараш, кеше сенде ғана туысқан жоқ, Дидардың да туысқаны бар. Және Дидардың туысқандары келмейсің деді. Дидар отыр қасыңда. Сенің де туысқандарың айтып жатыр бірдеме, бірақ төкенеріне келгенде бұл сенің тағдырың, сенің өмірің, сенің шешімің. Және бұл жерде сенің көңілің қалып тұр. Анаңның, басқаларының көңілі бөлек, сенің көңілің қалып тұр. Және Дидарға өкпеледім дегенің, яғни жасаған әрекетің менің көңілімді қалдырды деп отырсың. Өте қатты. Өте қатты көңілімді. Енді мен Дидарға сен алмаймын деп отырсың. Шынымен де білмеймін. Толықтай сенемін, және де түк болмағандай жүре беремін деп мен айта алмаймын. Олай жүрмеуің де керек, Мен қанша жақсы көрсем де, мен өзім болашағымды ойлауым керек. Болашақ балаларымның, жалпы отбасымның тағдырында ойлауым керек. Мен жауаптымын ол нәрсеге. 100% келісем. Және осы сөздерді Дидарға айттың ба? Дидар, енді мен саған қалай сенем бұдан кейін? Айттым. Мен сенен болашақ көре алмаймын ғой енді. Осы әрекетіңнен кейін деп айттың ба? Айттым. Дидар, естідің бе бұл сөздерді? Естідім. Келісесің бе? Келісем. Және не жауап бердің? Білмеймін, мен ештеңе жауап бере алмаймын, бірақ мен өзімдікін айтқан болатын. Мен қателестім. Осындай болды. Бірақ саған келгенде менің мүлдем бөлекпін. Саған деген махаббатым менің бөлек. Кез келген жағдайда мен сен қасыңнан табылуға тырыстым. Қандай қиыншылық болса да сені мен көрдім. Қанша халық жамандаса да сені қолдадым. Саған келгенде бұндай затты білмеймін. Шынымен де. Менде де көп мәселелер болды осы жақта. Барлығы маған қарсы тұрғанда, бүкіл әлем қарсы тұрғанда, ең қиын жағдайларымнан Дидар мені алып шыққан болатын. Және де қазірде Дидар осындай қиын шақтарды өзінен өткізіп жатыр. Және де не болса да, Дидар, мен сені қалдырмаймын. Мен әрдайым да саған поддержкамды беремін. Мен адами тұрғыдан сен қасында боламын. Пока сенде бәрі жақсы болмағанша. Енді ойша сен әйгерім дос ретінде қасында болсаң, пайдаңнан гөрі зияның көбірек тиіп кетеді ау деп ойлап отырым бар ғой Дидарға. Өйткені дос мұқтаждығы қаншалықты бар. Бұл енді Балназым жақсы көретін сөзі ғой. Сен түңіліп жүрген кезде мен дос ретінде қолдау беруге дайынмын деп. Бірақ мен саған ер азаматтың логикасын түсіндірейін. Дос ретінде сен оған қажет емессің. Дос ретінде сен ешқандай пайдаң жоқ. Дос ретінде сен оған зиян келтіресің көбірек. Өйткені жаңағы қансырап жатқанның үстіне атып тастағандай боласың. Бұл қыз енді менің досым, кеше махаббатым еді, ал бүгін досым. Және қасымда өйткені жан ашып отырмаған. Мен сондай жан ашитын жігіттің халіне түстім. Мен сондаймын яғни. Шахмарза деген сияқты ойға келеді. Андай аянышты, оны жұбатамын, сондай емес. Тек қана андай из жалости, ондай емес. Менде де Дидарға деген сезімім әлі өшпеген. Менде Дидармен бірге болғым келеді. Және де оны осылай тез жібергім де келмейді. Мысалы, әлемдегі бүкіл жасалатын қадамдардың бары ер азаматтың тарапынан қылмыстың көбісі. Жалпы ер азамат көп дүниелерді отбасы үшін жасайды, махаббат үшін жасайды, сүйіктісі үшін жасайды. Кеше өздерін көрдіңдер ме, мысалы, комментарийлардың, мысалы, 5 комментарий жазылса, 3 комментарий, яғни бұны Әйгерім үшін жасаған шығар.
жасағаны анық қой, яғни сол ақшаға қыдырды ғой, сол ақшаға сыйлық алды ғой. Яғни Айгерімге сай болу үшін мүмкін осының бәрін жасаған шығар деген сияқты комментарийлерді көрдіңдер ме? Яғни Айгерімге кәдімгі ақбоз ат үстіне мінген ханзада ретінде жаңағы тарихта болмаған қымбат телефон сатып алып беру үшін ондай дүниелерге бару керек әрине деген сияқты көрермендердің де ойлары болды. Негізі Шах мырза көбісі айтып жатыр. Я баланы сен осындай нәрсеге итермеледің себебі шынымен де сен үшін жалпы әділдің ақшалары бүкіл сен қыдырғандарын саған сыйлық алып бергені деп жатыр. Қалай жүрдің онымен деп жатыр негізі. Бірақ та біздің кездесулеріміз ондай бір фееричный, бір көп ақша құртатын сондай бір кездесу болды деп айта алмаймын. Және де қаражат жағынан екеумізден де ақша шығарғанымыз да болды. Және де мен өзім сұраған болатын, шынымен де қыдырғанда, ақша құртқанда, осындай заттарға төлегенде, сен сол ақшаға төледің ба дегенде жоқ деді. Және де мен ешқашанда көбісі айтып жатыр, осындай сыйлықтарды сен сұрайсың, ананы алып бер, мынаны алып бер дейсің, гүлдердің бәрін сол шығыны деп жатыр. Бірақ та мен ешқашанда Дидар айтшы, мен сенен қымбат сыйлықтарды сыйла деп айтқан жоқпын. Ешқашанда сенен сұраған айттың деп тұрған жоқ ешкім, ол өзі сыйлағысы келген шығар солай. Сен айттың деп ешкім айтып тұрған жоқ. Бірақ ол саған жақсылық көрсеткісі өзі сыйлағысы келіп сыйланса жақсы ғой, бірақ сыйланбаған сияқты меніңше. Солай ма? Бір телефоны оның өзін Айгерім өзі алған. Өзінің шотына, несиеге. Басқа бір эфирде бір үлкен сыйлықтар болды деп айта алмас едім. Тіпті енді ренжімесінші Дидар, бірақ енді бір үлкен гүл шоқтарында көрген жоқпын мен Айгерімге сыйланып жатқан. Екеуінің стористерінде әрдайым бақылап жүрем, бір қымбат ресторандарға барып, бір қымбат жерлерге барып жүрген жоқ бұл екеуі. Соның барлығын есіме түсіріп, менде мынандай сұрақ пайда болды. Ол ақшаның барлығы қайда кетті? Бір жаққа кетті. Дидар айтпайды ау, айтпайсың ғой, Дидар? Менің бір ойым бар, күдігім бар негізі. Бірақ енді оны айту орынды ма, орынсыз ба бола ма білмеймін. Бірақ соны айтпасаң, Дидар, жұрттың барлығы, сол ақшаның барлығын сен Айгерімге құйдың деп ойлап жатыр. Жоқ, мен кеше ғана айттым, ол жағдайдың бәрі бизнестің несі болды, солардың берешектерін жаптым деп айттым мен. Өйткені мен бизнесім болмай қалды, содан кейін соның зардаптары солай кетті деп. Бірақ бұл жерде Айгерім ешқандай кінәсі жоқ. Айгерімді кінәламауды сұраймын мен. Бұл жерде тек кінә менен ғана болып тұр, менен ғана. Айгерім оны білмеді, Айгерім ондай зат болатынын білмеді. Қазір бәрі солар ойлап атса, сөйтіп. Бірақ ол зат олай емес. Айгерімді кінәламауды сұраймын. Шыныңды айтшы, Дидар, Айгерімнің реакциясына, кешегі білдірген реакциясына, жалпы сол осы оқиғаны мән-жайды білгендегі реакциясына көңілің толды ма? Яғни түсініп отырсың ба? Дұрыс. Негізі дұрыс. Дәл осындай реакция білдіруің керек еді деген сияқты. Жоқ әлде басқа дүниені күттің бе? Шынымды айтамын, ештеңе күткен жоқпын. Өйткені мен өзімнің жеке басым, миымның ішінде бәрі астан кестен болып жатты. Оны ойлауға уақыт болған жоқ дейсің бе? Мотқа болып жатыр дейсің. Қатысушыларға кезек берейік, кімнің қандай пікірі бар екен? Кеше кәдімгі үнсіздікпен өткіздік, бүгін өздеріңе айтуға, пікірлеріңді айтуға мұрша берейік. Ақнұрдан бастайық. Екеулерін айырылысқан қаламаймен, Айгерімді кішкене кешіруін түсіністікпен қарағанын қалаймын. Қазір дамыған заман, Камила ханым өзіңіз де білесіз, сіз де блогерсіз ғой. Сіздерде кішіреккірім блогерсіздер, Айгерім блогер деп айталамын мен енді. Жақсы оқырмандарың бар, мүмкін бірігіп, екеулеріңіз сол қарызды енді если үйленетінде ойларыңыз болып жатса, бірігіп көп нәрсені жеңуге болады. Қазір блогерлардың заманы ғой, ақша табуға болады. Контент жасаңыздар, жатпаңыздар, видео түсіріңіздер дегенім ғой. Мен айтып тұрмын, ол мәселені уже біз шешіп жатырмыз. Бұл мәселе бұл жерде емес. Енді сол мәселені айта қойсаңыздар, шынымен. Ақнұрдың айтқан сөзі бір дүниені есіме салды. Кеше маған бір көрермен жазады, Дидарға мен өзім ақшалай көмек көрсеткім келеді, егер нөмірін берсеңіздер деп. Мен айтқан жоқпын оны саған, бірақ саған бұндай ұсыныстар қызық па? Жоқ. Тіпті Қырғызстаннан көрермендеріміз кәдімгі Дидар тікелей эфирге шығып, жаңағы нөмірін көрсетсінші, біз жаңағы мәселені шешіп берейік деп жатыр екен, кең жүректеріңізден сол. Бірақ
аш адамға балық берме, қармақ бер дейді. Яғни Дидарға осындай дүниелерге түспеуге жол көрсету керек, ақшасын төлеп берудің орнына деп ойлаймын. Әйгерімнің кешегі берген реакциясы орынды ма, орынсыз ба, дұрыс емес пе? Пікірлер талай, сіздер де өздеріңіздің пікірлеріңіз жазыңыздар. Бірақ ұсыныс бар. Яғни Сақина сыйланды, гүлдер сыйланды. Сақина да арзан Сақинаға ұқсамайды. Ұсыныс жасалды, және бұл жерде не той болады, не бір жұбымыздан айырыламыз. Қайсысы болады екен жарнамадан кейін? Арнасындағы сұхбатта да Жаннұр айтады, қазір болған дүние ертең де қайталануы мүмкін, тоқтағаны дұрыс шығар деп, бірақ Құндыздың басқа ойы бар екен, пікірі бар екен, айта ғой. Иә, енді дым ренжімейсіздер деп ойлаймын. Жалпы негізінде Әйгерімге айтатындай пікірім бар да, осы жерде соншама бір кісінің атын атап еңіреп тұрып жыладың ғой, енді бәріміз сені қолдадық қой. Сол кезде сол жігіт мені ренжітіп кетті, көңілімді қалдырды деп сен жылап отырған кезде Дидар басынан талай сипаған болатын. Және де бір емес 4-5 рет сені осы жерден құтқарып алып кетіп, сол жігіт үшін жаңағы Жандұрмен қырысқан кезінде де Дидар келіп сені тағы да құтқарғысы келген кезде Дидарды керісінше былайша айтқан кезде паслать етіп тастадың ғой. Сондай сәттерде сені Дидар қаншама қолдады, қорғады, бірақ қазір Дидардың бір қателігі үшін Дидардан бір бас тартқалы отырғаны таңғалып отырмын да. Ал бұл жерде Дидардың мысалы жасаған қылығы орынды емес, дұрыс емес, мүлдем ақымақтық деп есептеймін. Иә, бірақ та дегенмен де Әйгерім тараптан да кішкене түсініп қарап, ол нәрсеге ренжімей керісінше ақылын айтып, жаңағы бір жолын ашып берсе деп айтар едім негізінде. Жоқ, Құндыз, сен екі түрлі затты айтып жатсың ғой. Мысалы, Әйгерімде тыңдап алшы, мен сен тыңдадым ғой. Әйгерімде жүрек мәселесі болды, іштей сезімі, бірақ та Дидардың мәселесі басқа мәселе ғой. Шынымен мысалы енді сөздің ашығы керек, бұл алаяқтық, иә. Бірақ та енді Әйгерімнің жүрегін емдей алды, ол басқа мәселе. Ал бұл жақта ол сенім мәселесі болып жатыр. Сен соны түсініп отырсың ба? Иә, рахмет, негізі Әйгерімді қолдағанына. Неприятно, если мысалға Дидардың орнында жігіт болса, менің қызым келіп, мен алдымда басқа жігітті айтып жылап отыратын болса, мне было бы неприятно. Это уже чувство. Бұл жерде сенім жоқ. Айтты Дидар Әйгерімге, Әйгерім қойшы, жыламашы, ата-анам қарап отыр деген кезде, Әйгерім біреуін де тыңдамай, Мадинаны да қорлады, тағысын тағы болды. Осы жерде қаншама ситуация болды ғой негізінде. Бәрін кешірді Дидар. Әйгерімнің ата-анасын толығымен түсінем. Өйткені шынымен де мысалы менің де қызым болашақта енді жігіті сондай нәрсе жасап жатса, мен де қарсы болатын едім. Мысалы сен Әйгерімнің әкесі болсаң, түбегейлі екеуінің үйленуіне қарсы болатын. Өзінің баласын енді ақылға салып ойланғанын қалайды ғой, жақсы өмір сыйлайды. Мысалы мен Әйгерімнің ата-анасын толыққанды түсінем. Менің түсінбегенім ол Дидардың кеше ұсыныс жасағаны. Дидар саған негізі бұл мәселені барлығын дұрыстап алып, жаңағыдай әділмен мәселені шешіп, одан кейін шынымен ұсынысты басқа кезде жасауын керек еді. Әйгерімнің сенімін қайтадан кезде. Қазір әрине Әйгерімнің жауабы жоқ. Демек сұрақ, неге ұсыныс кеше жасалды Дидар? Жоғалтып алған кезде ма сонда? Жоғалту емес, сен керісінше Әйгерімнің керісінше сезімін қайта жандыру керек еді, сенімін деген сияқты. Бірақ та ол мәселемен білмеймін. Қазір мысалы Әйгерімнің ата-анасы сен жақсы көріп көрмедің ба, мүмкін содан кейін айтып жатқан шығарсың. Бірақ мен сезімім бөлек, сенің сезімің бөлек, сенің ойлау қабілетің бөлек, менікі бөлек. Иә, ол әрине дұрыс, бірақ та мен бір кішкене мәселеден андай қашу жолы деп өзім түсініп қалдым. Өйткені неге кеше мысалы мәселе қашу жолында емес. Ол мен өз махаббатым сақтап қалу жолында. Иә, махаббат әрине сақтау керек қой, бірақ та білмеймін, Дидар, сен басыңа ондай мәселе түскен кезде неге сен ондай жолға барасың да? Білмеймін, Әйгерімнен көмек сұрай алмадың ба? Неге сол жолға барасың? Және мен соны түсінбедім мүлде. Менің ойымша Дидар дұрыс жасады. Әр адам жасамайды. Мен мысалы ондай жасамайтын едім, білмеймін ол. Жоқ, Мейірбек, жауап бермей ақ қойшы. Шахмырза айтып кетсем болады Мейірбекке. Мысалы сен айтасың, мен ондай қателік жасамайтын едім деп. Бірақ саған кім кепіл сенің балаң ондай істемейтініне? Қайдан білесің? Адамдар неше түрлі адасады, болады ондай. Бірақ екінші рет қайталамасын деп, мына жақта үлкен сабақ болды деп ойлаймын Дидарға. Бірақ ол жақта мен айтарым мына жақта. Ақшасын алмаймын. Мен оның сенімді айта аламын. Мен алмаймын. Қандай жағдай болса да біреудің ақшасын алмаймын. бір Құдай біледі оны. Жоқ, мен өз-өзіме жауап бере аламын. Мен ондай жасамаймын, Аружан. Мен айтқым келіп отыр мына жақта Мадинаға бағанан бері сен бір қармақты іліп қойып, қармақ тастап қойып отырсың ғой. Мен мына жақта мынандай жағдайда мен ойлаймын, тіліңді тістеп қалу керек. Бұл жерде махаббаттың арасында болып жатқан нәрсе, бұл жерде үлкен жұп, отбасы болатын жұп айырылысып жатқан кезде ортасынан түспей қойған дұрыс деп ойлаймын Мадина. Себебі егер де қараңдар, тоқташы Жаннұр, мен сөйлеп жатырмын ғой, мен сөйлеп бітейін, одан кейін сөйлейсің, хорошо? Мен мына жақта жыным ұстап отыр да, мысалға менде қанша информация білсем де, бірақ екі жұптың арасына түспеу үшін, екеудің айырылмау үшін мен кейбір информацияларды айтпай қоямын да. Бір кім қателеспейді болады. Я, мен Дидарды жақтап отқан жоқпын, бірақ екеуінің арасындағы мәселе ғой, бұл махаббат мәселесі. Сонда мынандай сұраққа жауап беріңдерші, сонда қараңдаршы. Сонда Мадинаның жақсы көретін жігіті 700 000 теңгеден артық ақшаға
ақшадан айырылып қалып отырған кезде ойбай Әйгерім мен Дидар ұрысып қалады ғой деп тілін тістеп отыру керек. Мысалы, ертең сенің күйеуің болады. Сенің күйеуіңнің біреу көлігін ұрлап алып кетеді. Және сен ол кім екенін білесің. Және полицияға барып шағым жазсаң, ол мүмкін әйелімен ажырасып кетеді. Жазбайсың ба не? Жоқ, Шахмырза, жазам ғой, бірақ мына жақта айтылды. Жоқ, оның бәрі айтылды ғой, бірақ Мадина тағы да айтарым бар. Тағы да неге жүктің үстіне Әйгерімнің көзін ашсын. Осы арқылы ашық қой, біледі Әйгерім оның бәрін, бірақ халыққа, 19 миллион халыққа мына жақта Дидардың итак төгілген абыройын қайта төгіп жатыр, үстінен жүкті қойып жатыр. Осында төгілген абырой, төгілген абырой ғой, онсызда. Кім Әйгерім Мадинаға рахметін айту керек, өйткені Әйгерімнің көзі ашылды осы недеді. Сондықтан да Әйгерімнің миын улап қажет жоқ. Болашақта Әйгерім ол адаммен тұратын. Сондықтан өзі шешкен жөн. Жаңа айтарым, осындай нәрселерді жасаған адам, может, менің ойымша қайталауы мүмкін. Және де айтқым келіп жатыр да, Аружанға бағана айтып жатыр ғой, егер мен онда білетін зат болатын болса, мен айтпаймын дейді. Осындай сендер сияқты адамдардың кесірінен ажырасу басталады. Өйткені алдын ала білетін болса, мүмкін ол алдын ала шешіп, содан кейін отбасы құрады. Жоқ, мұнда мәселе ода емес, мына жақта қаншама халықтың көзінше мұнда қайта жарай түсіндік, айтылды оның бәрі. Қайта Мадина айтып отыр ғой, тағы да айтарым бар. Оның бәрін Әйгерім біледі, бірақ халықтың алдында айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын мына жақта. Енді білгеннен кейін ой өзгеріп отыр ғой. А егер де білмегенде мүмкін ой өзгермейтін еді ғой. Енді адам өзгереді ғой, жайт қателік жасады, оны мойнымен алып, мында студияға келіп признавать етіп отыр ғой, болды енді қайта ол теманы көтерудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сенің ойыңша қараш, мысалы, барлығының басында ондай болады ғой, сонда қара, мен ұрлық жасаймын, ой, түсініспен қарайды ғой деп жасай беру керекпін, сонда сен барлығына соны насихаттап жатсың, менің түсінгенім бойынша. Онда неге барлығының басында ондай болмайды, сен олай қателеспе? Насихаттап жатқан жоқ, мен айтып отырмын, дұрыс емес оның істегені, мойнымен көтеріп отыр, оның бәрі шешілді кеше. Бірақ бүгін айтып отыр ғой, шешілмеді деп. Шешілген жоқ. Кешегі нәрсе сразу шешіліп кету мүмкін емес. Соны шешіп келу керек еді, Әйгерімге таптаза болып келу керек еді. Мейірбек мына жерде сен айтып жатсың ғой, енді сонда алаяқтық жолға барды, олар вообще адам емес деп бөліп жатсың ба сонда? Адам санатына адам емес деп айтқан жоқ, мен керісінше сол мәселені шешіп алып сөз салу керек еді деп. Мысалы, сен өмірде достарында да бар шығар, мысалы, арасында болады ондай. Ондай болмайды. Әр адам бес болсақ бірде емес деген сияқты достарында арасында болып қалған шығар. Біздің арамызда не істеп отыр деймін да? Менің достарымда мәселе болса, маған мысалы шынымен келіп, қарыз сұрап, менде осындай жағдай деп қарыз сұрап, сен ол адам санатынан санамайтын еді ғой. Оларға сен көзқарасың қисық қой сенің. Қандай адамдар? Сен мысалы қазір Дидар сөйтіп отырсың ғой сен. Болды сен сондай зат істедің, болды сен адам емессің, сен қойшы деп отырсың ғой. Нұрлан, сен адамды мәселені шешіп болғаннан кейін сөз салу керек еді деп айттым мен. Сұпара жатқан жеке ойымды айтып жатырмын. Осы жерде отырғаннан кейін ойымды айтып жатырмын. Айтып тұрмын мен саған, болды, иә, түсіндік, бәрін істедік, бірақ мен өз махаббатым үшін істедім деп. Дұрыс, оны менің өз ойым, мына тарапты ойлап нетпедім ба? Мысалы, жігіт баласы қателік жасады, бірақ соның үстіне махаббатын жоғалтпау алдын алып, жаңағы сөз салып отыр. Ол Әйгерімге де бір жағынан сынақ болып тұр да, осындай кезде ата-анасы қарсы мысалы. Жоқ, осындай кезде қайтер екен деген сияқты бір махаббат жеңем екен, жаңағы ар жағында арам ойлар жеңем екен деген сияқты бір сынақ ретінде болып отқан шығар, қайдан білесің. Осындай кезде көмек, мысалы, иә деп айтатын болса, демек ол өмір бақи сеніп өтеді Дидар Әйгерімге мысалы. Иә деп айтты ма? Жоқ, айтатын болса. Мейірбек, қара, қазір өзінің махаббатын құтқарып қалу үшін осындай жасап отыр, мысалға. Ол қазір, мысалға, предложение жасап, я деп жауап берген өзінде, ол сразу ертеңгі күні үйленіп кету емес. То есть сен мәселені шешіп ал деп тұрсың ғой. То есть сен үйленгеннен сен уақытың болады әлі шешкенге. То есть шешіп алады. Және де айтып отқан жаңағы бір қателік жасады ма, болды, адам емес деген сияқты соған келтіріп отырсың. До конца тыңда мені. Айтқан жоқпын мен. Аян айтыңдаршы мен Мейірбек. Егер де қара, адам деген қателік жасаған кезде ары қарай екінші рет сол қателікті жасамауға тырысады. Яғни бұл қазір осындай істеген өзінде, ортаға салайықшы, негізінше былай болды да, Шах мырза, кеше мен эфирде халықтың барлығы көрді, мен Дидарға айғайлаған едім өзім, өз басым. Көбісі жаңағындай басқаша ойлайды екен, халықтар сол үшін маған жаман комментариялар жазып жатыр. Мен бауырым болғаннан оған қатты айттым, чтобы оған тисін. Нағыз дос жылатып айтады дейді, мен сол үшін мен оған сыртта да түсіндіріп айттым Дидарға да. Бұның дұрыс емес деп, потому что шынымен де қалай айтса болады, мысалға келіп айтатын болсақ, менің інім қателік жасаса, мен інім екен деп оны всегда құптай беру деген ол менің қанымда жоқ. Інімдікі дұрыс емес болса,
мен жаңа қателік кеткен адамнан кешірім сұраймын, өзім ағасы ретінде. Потом ініммен өзім шешіп аламын. Яғни дұрыс жылатып айтады, мен жылатып айттым. Иә, тура сол сияқты мысалы Айгерімді де мен қарашы, құттықтап кетемін. Еркелан, былай да, Дидар келді, осы жерге келіп, мойындамаса, сен айтқан сөздерің иә, жөн шығар. Сен неғып өйтесің, бүйтесің, бірақ мойындатты, мойындаған адамға сен ештеңе айта алмайсың ғой, болды ғой. Иә, сен оның үстінен басып жатсың. Не үшін мойындап отырсың сен оны? Сен мойындамауың керек еді деген сияқты айтқан жөн емес ол вообще. Жоқ, сен кеше мен айтқанға дейін Дидар просто істеп қойдым, ал не істейсің деген сияқты айтып отыр. Жоқ, айтты, иә, істедім, мен мойындаймын, қате менен де. Жоқ, ол өкінген жоқ, ол істедің, не істейсің деді. Өкіну керек па? Енді мойындап тұр ғой енді. Мойындап тұр. Мойындаған адамға сен. керек па не? Жоқ, айтып отыр, өзі айтып отыр. өкінбедім мен саған. Айтшы. Жоқ, сен просто міне қазірдің өзі мысалы бауырым, сен атылып отырсың тағы да жан жаққа вот. Енді тиеді ғой мынаған. Конечно, жанына тиеді, Еркебұлан, сен ұйтақтап қателігін түсініп отыр. Сен оның үстіне басып отырсың просто. Я өмірде кім қателік жасамайды, бәрі идеальный емес, және де осыдан сабақ алатын шығар Дидар. Және де біз білмейтін бір тағы да мәселелер бар шығар, Айгерім біріншіден принять ете алмай жатқан бір ситуацияларды. Бірақ ұсыныс бергенде қазір дос болып қалайықшы деп жатыр ғой. Мен ойымша керісінше иә деп жауап беріп, бірақ бізге уақыт керек деп жауап берсе, қолдаса, жанында болса дұрыс болушы еді. Кеше Дидар, иә жасадым ал, не істейсің ал деп отырған жоқ Еркебұлан. Кеше келді, басы салбырап, мойындады барлығын. Қазір бірақ ашуланып отыр, қазір атылып отыр. Бірақ оның себебі ал істедім, не істейсіңдер ал емес. Айгерім жұптық өмір тоқтайды дегенге соны қабылдай алмай отқан сияқты. Соған ашуланып отырған сияқты. Қазір әр айтылған сөз сол үшін кәдімгідей қатты негатив болып тиіп жатқан сияқты жігітке. Мынандай сұрақ қой менікі, жаңағы Балназым айтып жатыр ғой, қолдап жаңағы мен сен қасында болам деп айту керек еді деп. Біздің ситуация басқа. Мен қасымда болушы едім, егер Сенікі жеңілдеу. Жоқ. Жеңілдеу, иә, мен де кеше оған айтқан болатын, сенікі цветочки дейді ғой қасында. Сенікі әлде қайда жеңілдеу. Және сен не дедің? Мен болашақ көре алмасам енді қалай? Ол қадірлемейді ғой, бағаламайды ғой оны деді. Шақ Мырза, осындай нелер болса да, Диздарда қателіктер адал болды Айгерімге. Маған адалдық ең басты. Шақ Мырза. Адалдық деген не? Шах Мырза әдемі мысал келтірді бағана. Мен Айгерімнің әкесі болсам, мысалы да, мен Айгерімге айтушы едім, Айгерім қызым, жүрегіңді тыңда. Ертең сен бүгін махаббатыңды жіберіп алсаң, ертең өкінесің. Және Дидар ол жаман жігіт емес қой, бір қате жасады, оны кешіруге болады деп сөйтіп нақтысын айтып тастаушы едім. Так что жүрегіңді тыңдап көр. Ал Балназымның әкесі болсам не деп айтатын едім? Солай дәл сол айтатын бедім? Нандай сөз бар еді ғой, бүйтіп, сүйгеніңді алмасаң, алғаныңды сүйесің. Сүйгеніңе тимесең, тигеніңді сүйесің деген сияқты. Сол үшін сүйгендеріңе шыққандарың дұрыс болады сияқты. Не дейді, құдай. Мынандай дүние ғой, қараш мысалы, Дидар, бір сұрақ қояйыншы, сен енді айтып жатсың ғой, талқыламайықшы кешегі орын алған жаңағы әділ мәселені деп. Талқыламайық. Бірақ бір сұрақты нақты қояйыншы саған. Сен әділге толығымен шығындардың бәрін өтеп бердің бе? Жоқ, өтеп бердім емес. Ол мәселені шештік біз бәрін. Тұр, мәселе шешілді болғанда, біз енді ақымақ емеспіз ғой, мысалы, менен 700 мың теңге шығын кетсе, мәселенің шешілуі деген 700 мың теңгені орнына қойып беру, сонымен мәселе шешіледі. Қойылып берілді ме? Бүгін кешке шешіледі ол. Барлық несі шешіледі бүгін. Яғни бүгін кешке қойылып береді бұның бәрі, иә? Дұрыс қой. Және мысалы өзің айтып отырсың, иә, жаңағы бизнес ашып күйіп кетті, аштым күйіп кетті, соның берешегін берем деп, сондай жағдайға түсіп отырмын дейсің. Дұрыс қой, иә? Мен дұрыс түсініп отырмын. Бірақ мысалы кешегі ұсынысты да мен түсініп отырмын. Яғни Айгерімді жоғалтып алғаннан кейін оны не үшін жасаймын мен? Мен Айгерімді жоғалтқым келмеді. Мен оны да түсініп отырмын, Дидар. Мен бір затты ғана түсінбей отырмын. Айтайын ба қандай? Айгерім қазір сенен осындай қателік жасады, бірақ оған қимайым. Енді ол түзелсінші, сол менің жақсы көретін Дидарым болсыншы. Яғни қателіктердің бәрінен сабақ алып, енді мен осылардың бәрін түзейім де, жақсы жолынан таймайым деген сияқты Дидарды көргісі келіп отыр. Кешегі мысалы алынған жүзік алтын шығар, иә? Алтын 80 мың теңгеден басталады. 80 мың теңгеден басталады. Арғарай ішінде тасы болса тағы да тағы бағасы көбейе береді. Жаңағы гүлдің өзі бір ары кетсе кем дегенде бір 15 мың теңге тұрады. Мысалы 100 мың теңгенің көлеміндегі кеше ұсыныс жасалды. Сен
күйіп бара жатқан кезде, қаражат жағынан күйіп бара жатқан кезде осындай ұсынысты жасадым. Иә, түсінем, ұсынысты бір-ақ рет жасау керек өмірде. Бұл арзан дүние болмау керек деген ниетпен де жасаған шығарсың. Бірақ мысалы мен бүйтіп ойлаймын да, Айгерім, мен мына фантиктен қазір сақина жасадым. Дымым да жоқ қазір. Бірақ бәрі болады деп ойлаймын. Сен де бәрі болу үшін өмірім соңғы демім қалғанша қызмет етем, тырысам, еңбектенем. Қазір қолымда дымым жоқ, мына фантик қана бар. Бұдан сақина жасауға болады. Бұл менің саған деген сақинам, бұл менің белгім, бұл сақина емес, бұл менің махаббатымның әділдігінің, әділеттігінің, мықтылығының белгісі. Егер сен қаласаң, мынаны қабылдасаң, ертең әлемдегі ең қымбат жауһар тастардың бәрі сенікі болатынына тырысам. Бірақ қазір түгім де жоқ, осындай дидарды қабылдай аласың ба деп берілген гүлсіз ақ мынандай фантиктен жасалған сақина әлде қайда дұрыс болатын еді. Неге мынаның бәрі алтын емес, жауһар тас емес деп сұрасаң, алып береді, алатын едім, иә? Қазір мысалы 200 000 теңгем бар. Бірақ әділдің алдында ұятты болып отырмын, мен бұны шешпей ештеңе істей алмаймын саған. Мен әуелі осыны шешіп алайын, мен әуелі арымды тазартайын. Деген сияқты қадам әлде қайда мықты болатын еді. Біріншіден, ол алтын болған жоқ ол жерде. Енді болмаса да. Жоқ, мәселе соған тақалып тұр ғой, бағасына тақалып тұр, мына жерде 80 000 жоғары деген әңгіме кетіп отыр. Бірақ ол жерде мен мәселе ол бағасында несінде емес, мен ол шынымен шын жүректен сөйтіп істегенімде мәселе. Өйткені, иә, мен осындай жағдай болатынына қорқыттым. Әйгерім менен теріс болатынына қорқыттым. Сондықтан да дереу шешім қабылдауым керек болды. Дұрыс. Және мынау шешім емес. Мен миым істемеді ол. Шын айтайын. Арбалас болып жатқан кезде тек қана миымның бір түйшігінде болды. Осы жағдайдың кесірінен, менің кесірімнен зардап шегіп қалмаса екен деген. Және де мен ол махаббатымыз осы зат үшін өшіп қалмаса екен деген. Ниетпен жасалды. Айгерім, саған сұрақ. Мысалы, Дидар сенің көзінше айтса, иә, қалтамнан 100 теңге шықты, әділге жібере салайыншы. Иә, тиындап қайтарайын, бірақ қайтарайыншы. Бір артық 1000 теңге жоқ, кофе алмайын, мен әділге берейін деген сияқты дүниелерін көрсең, сен алатын ба едің ертең Дидарға? Сенімің қайта оралар ма еді Дидарға? Яғни, иә, қателесті, бірақ қазір ішпей жемей қайтарып жатыр ғой, 5 тиын болса да қайтарып жатыр ғой деген сияқты сенім ұяламас па еді? Шахмырза, бұл жерде вообще ақша мәселесі емес. Правда, ең соңғысы әділін болып жатқан нәрсесі. Мен білемін, Дидар қайтарады ол ақшаны. Барлығымыз, мен де жұмыс істеймін, ол де жұмыс істейді. Барлығымыз үйтіп қайтарамыз ол ақшаны деп жатырмын. Өзім де көмегін беруге дайынмын. Өзім жемесем, өзім, ладно, өзім бір жұмсамасам да, бұл ақшаны қайтарамыз. Не переживайте. Здесь вообще дело не в этом. Как вы не понимаете, при чем тут ақшада емес мәселе? Сенімде? Сенімде, менің болашағымда, оның болашағында біздің бірге жүреміз ба бір болашаққа? Қалай болатын? Бәрі осы жерде ғана. Және ол сенім жоқ, дұрыс па? Жоқ. Ал енді сол тыпыршып жатқан 5 тиынын әділге жіберіп жатқан Дидарды көрген кезде ол сенім туындамай ма? Қатесін жауып жатыр ғой, деп. Қатесін жабады. Дидар өзгереді. Ол жағынан мен оған сенгім келеді. Сен Дидар Айгерімді жоғалтып алудан көрдің, және не болса да әйтеуір мен ұсынысымды жасайын деп жасадым, е? Жоғалтып алғым келген жоқ. Бірақ жауап жоқ та болуы мүмкін еді. Өйткені дәл сол күнгі 12 сағат бұрынғы жарияланған дүние The End еді. Мынандайға жауап берші, The End неге болды, Дидар? Сол жаңа өзі де айтты ғой, сенім мәселесі. Мен
разочарование дейді, соның мәселесінен деп ойлаймын, иә. негізі Бір шетінен сенімін ақтамаған шығармын, бәлкім. ұсынысқа келетін болсақ, оған мен иә деп айта алмаймын. Міне, жауабы да сол. Мен сенің кешегі үйленуге деген ұсынысыңа иә деп айта алмаймын, дейді. Мен осы ойлаймын да, ешкім ештеңе деп айта алмайды саған, Айгерім, негізінде. Бұл өйткені сенің тағдырың, сенің шешімің, сенің жеке құқығың қалай шешсең де. Бірақ біз осы студияда жиі пікір таласамыз, иә, жігіттер. Мысалы, әйелің бүйтіп айтты, мысалы, Камила бар еді, иә, ата-анаңмен бірге тұрмаймын деген. Мысалы, Балназым да айтады, иә, анда-санда. Біз айтамыз, мысалы, әйелің былай деп жатыр, анаң былай деп жатыр. Қайсысын тыңдау керек деп, иә? Сонда айтамыз, иә, енді әйелдің құқығы бар, әйел. Енді жарың ғой, жеке отбасысыңдар ғой деп. Ол да дұрыс шығар. Бірақ мынандай мысал қазір басымнан шықпай жатыр да. Мен білем, Дидарды тіпті осы мәселелермен бұдан бетерін жасап, тіпті соттап жіберсе де, анасы апта сайын күнделікті барып, тамағын апарып отыратын еді. Құлыным, ботақаным деп боздап жылап отыратын еді. Сен қылмыс жасадың, иттің ғана баласы, көрмеймін мен сені деп айтпайтын еді. Ешбір ана өйтіп жасаған жоқ тарихта. Бірақ жасаған әйелдер бұл. Осыны бір ойланайық, және неге ұсынысқа жоқ деп жауап берді, және бір үтір қойылған сияқты болып көрініп отыр маған. Ұсынысқа жоқ, бірақ не? Жарнамадан кейін. Ал құрметті көрермен, YouTube арнамызда сұхбат беретін Дәулет пен Аружан. Ал жігіттер, қыздар, сөз кезегі өздеріңізде түсініп отырсыздар, жағдайға байланысты айтар ой пікірлеріңіз. Мен ойымша, барлықтарыңызға сәлеметсіз бе? Мен ойымша, Айгерім, я Дидардың айтып жасап отқаны мүлдем дұрыс емес, 100% дұрыс емес, сондай мошенничество дейді, ондайды мен вообще құптамаймын. Жаңа айтып отыр ғой, сен айтып отырсың бәріне деп. Просто мен өмірімде де ондай жағдай болған, мен жақын адамым сондай мошенничествоға барған болатын жұмысында. Ол бір емес, мысалы Дидар келіп мойындап отыр, ол адам мойындамай, бірақ аяғында біз оны мойындатқызып, ол адамның өзгеруіне біз себепкер болдық та. Ол адам қазір намаз оқып, қазір дұрыс жолда да, бірақ ондайға мүлдем өзінің прошлыйына қарап, сол кезде сендер жанында болғанына рахмет, мен сондай болған, мен ол өзім болған жоқпын, ондайды юношеский максимализм дейді ғой, оның бәрі жылы жауып кетеді деп ойлайды да, оны артын ойламай істейді, оны ұлдардың арасында, ер азаматтардың арасында болады, оны кешіріп және де дұрыс жолға түсіру керек та, ондай адамды. Білмеймін, бір сен қателік істедің екен, болды, сен адам емессің, сен осындай емессің деудікі дұрыс емес. Мадинанікі де сол үшін айтып отырмын ғой, оны үйтіп қайта-қайта айта берудің, жаңа айтып отыр ғой, бір жараны тырмалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Дәулет? Иә, мен Аружанға қосыламын, және Айгерімге мен ойлаймын, Дидарды кешіру керек. Бір рет хотя бы. Енді жігіттер түрлі жағдайларда үлкен нәрселерге барады, даже енді жаман нәрселерге, адам өлтіруге дейін барады. Және Дидар ондай үлкен бір қылмыс жасап жатқан жоқ. Құдайға шүкір, бәрі түзу. Ол какой-то 700 мың теңге ақша қайтарылатын нәрсе ғой. Және болды, ол қайтарып береді. Айгерімнің айтуы бойынша мәселе мүлдем ақшада емес дейді. Иә, түсініп тұрмын. Сол Айгерімге кешіріп, соны ұмытып, ұмытып емес, содан сабақ алу үшін